Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып ерлердің репродуктивті жүйесі. Мен Дінмұхамед Бақтиярұлы, уролог-андролог дәрігер болам. Ерлер денсаулығы бойынша жұмыс атқарамыз. Жалпы ерлердің репродуктивті жүйесі бойынша ол қандай қызмет атқарады, ол жақта нені білу керек, соның барлығын толық қысқаша түсіндіріп айтамыз. Жалпы ерлердің репродуктивті жүйесі дегеніміз ағзаның ұрықтандыру қызметіне қатысатын мүшелердің жиынтығы. Оның басты міндеті ер адамдардың сперматозоидтарын, яғни аталық жыныс жасушаларын аналық жұмыртқа жасушасын қосуға жеткізу. Сонымен қатар бұл жүйеде жыныстық гормондар, әсіресе ер адамдар үшін маңызды тестостерон гормонының өндірілуі, оның ары қарай жыныстық даму, репродуктив функциясын зерттейді. Жалпы ерлердің репродуктивті жүйесі сыртқы және ішкі мүшелерден тұрады. Олардың әрқайсысы өздері бір белгілі қызмет атқарады. Жалпы ерлердің репродуктивті жүйесінің негізгі қызметі ең бірінші сперматозоидтар түзу және оны тасымалдау. Екінші жыныстық гормондар, тестостерон гормонының өндірілуі. Үшінші жыныстық қатынас және ұрықтандыру процесіне қатысу. Енді репродуктивті жүйесі ерлердің қай уақытта қосылады, қай уақытта іске асып бастайды. Ең бірінші ұл балаларда өтпелі кезең деп айтамыз. Ол 9-14 жас аралығында өтеді. Көбінесе 13-14 жасында организмде өзгерістер болады. Сол себепті қазақтарда 13-те отау иесі деген сөздер қалып кеткен. Ол уақытта қандай өзгерістер болады? Ең біріншісі бойы өседі, күші аса түседі, иықтары кеңейеді, аталық жыныс мүшесі және аталық бездері ұлғаяды. Дауысы гүрілдеп, төменгі тембрлі болады. Денесі мен бет аймақтарында, қасаға, қолтық аймақтарында түктердің пайда болуы жүреді. Әртүрлі аймақтарға безеулер шығады. Арқа, көкірек, бет аймақтарына безеулердің шығуы болады. Одан кейін өздігінен ұрық шығару, яғни полюциялар жүріп отырады. Бұл жүйенің жұмыс істеуі болашақ ұрпақтың дүниеге келуіне, ер адамның жалпы денсаулығы мен өмір салтына тікелей әсер етеді. Жалпы ерлердің репродуктивті жүйесінің құрылысы екі негізгі бөліктен тұрады. Ішкі және сыртқы. Сыртқы мүшелері, жыныстық мүшелері, пенис, яғни аталық жыныс безі. Жыныстық қатынас кезінде сперматозоидтарды жеткізу және зәр шығаруға жауап береді. Одан кейін аталық бездер, тестикула маңызды екі қызмет атқарады. Адам организмі үшін, ер адам организмі үшін. Сперматозоидтар өндіріледі және тестостерон гормонын өндіретін негізгі орган осы аталық жыныс бездер. Екіншісі ішкі мүшелер, эпидидимис, сперматозоидтардың жетілуін қамтамасыз етеді. Ұрық шығару түту, вазоференттік түтік, сперматозоидтарды тасымалдайды. Қуықасты безі, простата, шәуеттің құрамындағы сұйықтықты бөледі. Одан кейін шәует көпіршіктері сперматозоидтарға қуат беретін сұйық өндіреді. Купфер бездері жыныстық қатынас кезінде жыныстық каналдарды майлап, ұрық жасушалардың оңай шығуына, онымен қоса ол жақтағы қандай да бір зәрдің қалдықтарын, зиянды заттарын жоюға көмектеседі. Одан кейін жалпы пенис немесе аталық жыныс мүшесінің оның негізгі құрылымына келсек, оның басы, денесі, түбірі болады. Пенистің басы өте сезімтал, қалыпты жағдайда аталық жыныс безі босаңсып тұрады, ал жыныстық қозу кезінде, яғни эрекция жағдайында пенис қатайып ұзарады, қалыңдайды және жоғары көтеріледі. Аталық мүшесінің екі қызметі бар: зәр шығару және жыныстық қатынасқа қатысу. Аталық мүше пенис әртүрлі өлшемде болады, әртүрлі формада, және бұл айырмашылықтар маңызды емес. Пенистің ішіндегі түтікше орналасқан бұл несеп шығару өзегі. Ол арқылы несеп және сперма шығады. Егер ер адамда эрекция болса, зәр шығару тезеледі, себебі қуық пен несеп шығару өзегінің арасындағы өткел жабылады. Эрекция кезінде пенис пішіні әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Түзу, бір жаққа қисайған, бұл қалыпты жағдай. Десе де ол жақтағы әр жер тесігінің орнында дұрыс шығуы керек. Себебі кей адамдарда патологиялық жағдайда гипоспадия, эписпадия, яғни зәр шығару каналының өз орнынан шықпау. Осыған байланысты ол жағдайларда әртүрлі проблемалар болады. Жалпы пенистің басы терімен қапталған, оның негізі жылжытуға арналған. Көп жағдайда ол сүндеттелмеген жағдайда ол басын жауып тұрады, ал сүндеттеген адамдарда оның басы ашық тұрады. Және мүшенің басын төменгі жағында өзінің арнайы жүгеншегі болады. Ол да жыныстық
қатынас кезінде өзінің сезімталдығына жауап береді. Шеткі терең астында кейбір шеткі терілердің астында ақ ұнтақтар жиналады, оның смегма деп айтылады. Оны тазалап, жуып, гигиеналық шараларды өткізіп отыру қажет. Одан кейін егер де шеткі терінің толық алып тастауын қазақтарда сүндеттеу дейді. Сүндеттеудің жалпы негізгі жасалу мақсаты діни мақсатта, одан кейін тазалық, медициналық тұрғыдан тазалық мақсатында. Себебі зәрден кейін әртүрлі қалдықтар қалады. Егер де сүндеттелмеген адамдар болатын болса, ол өскен кезде, отау құрған кезде оларда әртүрлі жыныстық жолмен берілетін инфекциялар көбірек дамиды. Одан бөлек оның жұбайында жатыр мойнының обырына алып келуі мүмкін. Зерттеулер бойынша статистикада егер де жұбайы сүндеттелмеген болса, оның әйелінде жатыр безінің обыры анықталуы көптеп кездескен. Жалпы аталық бездерге келетін болсақ, жыныс мүшесінің астында тері қалтасында орналасады. Оны ұма деп атайды. Ол өзінің негізгі қызметі, екі қызметі: сперматозоид өндіреді және тестостерон өндіреді. Тестостерон жалпы аталық бездер адам организмінен 2-3 градус төмен температурада орналасады. Ал байқасаңыздар, ер адамдарда ыстық уақытта аталық бездер төмен қарай салбырайды, салқын уақытта жоғары көтеріледі. Ол организмнің өзінің терморегуляциясы. Осылай өзінің қажетті температураны қамтамасыз етеді. Және де бұл кездерде төменгі температурада ол жақтағы ұрықтың өндірілуі сперматогенездің өндіруіне қолайлы орта болып табылады. Ерлердің репродуктивті денсаулығын қорғау жолдары: ең бірінші, жеке басының гигиенасын сақтау. Инфекция мен қабыну ауруларының алдын алу үшін қауіпсіз жыныстық қатынас, презервативті қолдану арқылы жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғану, дұрыс тамақтану, мырыш, селен, ақуыз және әртүрлі дәруменге бай тағамдарды тұтыну, зиянды әдеттерден бас тарту, оған темекі, алкоголь, есірткі, осының барлығы адам организміндегі сперматогенездің бұзылуына алып келеді. Белсенді өмір салты: спорт қан айналымды жақсартып, жыныстық функцияны күшейтеді. Урологқа тұрақты қаралу, жылына кемінде 1 рет тексерістен өту организм үшін өте маңызды. Енді эрекция қалай пайда болады? Эрекция ол мүше қанға толады, ода бұлшық ет жоқ. Ол қанға толған ке губка тәрізді мүшеге қан келеді, сол арқылы қозу жүреді және оған өзіне арнайы жыныстық қатынасқа түсе алатындай жағдай жасалады. Одан кейін полюция. Полюция дегеніміз көбінесе жас жігіттер таңертең түсте дымқыл дақ байқайды. Бұл жасөспірімдер түнгі уақытта эякуляция болғанын айтады. Өтпелі жастан бастап аталық бездерде біртіндеп жыныстық жасушалар пайда бола бастайды. Жыныс жолдарындағы қысымның әсерінен өздігінен эякуляция болады. Бұл қалыпты құбылыс және жас баланың есейе бастағанының белгісі. Аталық бездерді қандай жағдайда тексеру қандай жағдайда қажет? Аталық бездер тестикула ерлердің репродуктивті және гормоналды жүйесінің маңызды бір бөлігі болып табылады. Оларды тексеру келесі жағдайлар қажет: өзін-өзін тексеру ай сайын жасау ұсынылады. Қалыптан тыс түйіндер, ісіктер немесе қаттылық пайда болса, көлемі өзгерсе, біреуінің күшеюі немесе ұлғаюы болса, қатты немесе тарылу сезімі байқалса. Екінші, медициналық тексеру қажет болатын жағдайлар: ауырсыну немесе ісіну сияқты инфекция, қабыну немесе басқа аурулардың белгілері болуы мүмкін. Жыныстық жетілу кешігу немесе гормоналды бұзылыстар тестостерон деңгейін қажет етеді. Белсіздік, бедеулік, сперматозоидтар сапасын тексеру үшін урологқа қаралу қажет. Жыныстық жолмен берілетін инфекциялар қаупі қажет болған жағдайда арнайы өзіне қатысты анализдер тапсыру керек. Жарақат алу, спорт немесе тұрмыстық жарақаттардан кейін тексеру өте маңызды, себебі кей жағдайларда оларда аталық бездеріне кері әсерін береді. Отбасында аталық без обыры болған жағдайда профилактикалық тексерістерден өту ұсынылады. Олар өз кезегінде организм үшін өте маңызды. Олардың ешқайсысын біз өткізіп алмауымыз қажет. Назарларыңызға рахмет.